Сәлем, кино сүйер көрермен. Назарларыңызға 2017 жылы түсірілген «Третий волна зомби» атты фильмнің қысқаша баяндамасын ұсынамыз. Осыдан біраз жылдар бұрын Европа жерінде лабиринт атты зомби вирусы таралды. Уақыт өткен соң 75% зомбиға айналған адамдар емдеу іске асты. Ал бір қызығы, зомби болған адамдар зомби кезінде не істеген анық біледі. Ирландия жерінде болса халық көтеріліп, биліктің шешімдеріне қарсы шығуда. Олардың ойынша, қайда адамға айналған 75% зомбилар ертең қайда ауырып өздеріне қатер тудырады деп қорқады. Ал бұл уақытта билік бұлардан құтылу жолын емес, қалған дәрі әсер етпейтін 25%-бен қалай күресеміз деп бас қатып жүрген еді. Шеннон атты жігіт зомби болып емделген адам қатарында. Ол әр күн сайын өзінің зомби кезінде іс-әрекеттерін есіне алып, бір шошып алады. Оған қоса күнде өзін тексеріп тұрады. Көптеген зомбилықтың емделген адамдардың көздеріне қызыл тамыр шыққан еді. Бұларды сыртқа қоғам қабылдамай, көрсе таяқ астына алады. Ол қатердің тергеуінде болып, жақсы деген баға алады. Эбби Шеннонның жеңешесі бұл жігіт өз қамқорлығына аламын деді. Бұл тұста жігіттің жолы болды. Басқа туыстары зомби деп бұлардың қашып жатқанда, оны жеңешесі шақырды. Оларды алдымен арнайы лагер аймаққа әкеледі. Осы жерде бұларды ашулы халық күтіп алды. Олар зомбилықтан сауыққандарды жамандап өздеріне қоспайды. Мұнда жеткен соң Шеннон Коннор досымен қоштасты. Ал қоғамның жағдайына тоқталар болсақ, зомбилықтан сауыққандар жайлы екі пікірге бөлінеді. Біреулер оларға бір мүмкіндік берейік десек, қалған көптеген жұрт оларды қаншер деп атап, көшеде көрсе таяқ астына алып, олардың қоғамда жүруіне қарсы болды. Ал билік болса дәрі әсер етпейтінін біліп, зомбиларды амалсыздан жою туралы шешім қабылдайды. Эбби өзінің баласын Киллианмен тұратынын, ал күйеуі, яғни Шеннонның ағасы, Люк зомби шабуыл кезінде қаза тапқан. Шеннон жеңешесінің үйіне келген соң, нан ауыз тием деп кетем деп айтады. Жеңешесі болса оның қалғанына қарсы емес. Люк қаза тапқанда жанында Шеннон болған еді, бірақ сол оқиға жайлы Шеннон тіс жармады. Түнде зомби оқиғалар есіне түскен Шеннон мүлде көз іле алмайды. Сол күні, яғни алғаш зомби шығып, сыртта сирена дабыл ойнаған күні Люк пен Шеннон бір үйде болады. Інісі ағасынан кетіп қалуын сұрағанымен үйге қайта оралуы керек. Эбби мен Киллианға алаңдаған Люк ешқайда кетпейді. Сол уақытта зомбиді үй ішіне кіріп бұларға шабуылдайды. Люк оны ұрып үлгереді. Алайда Шеннон вирус жұқтырып алды. Люк болса зомбидан қашып кетті. Коннор әкесіне келіп тұр. Оның бар өтініші ертең сотқа барып, ұлын жақтап көше сыпырушы жұмысына орналастыру еді. Алайда әкесі оны қанішер деп атап сыртқа итереді. Достар, 31 қаңтарда Вильярреал мен Райо Валькано арасында испандық дерби болады. Ал бұл ойынға біздің достарымыз әдейі қызметпен бірге ұтыс теге аласыз. Одан бөлек менің промокодым арқылы алғашқы салымға 240 мыңға дейін бонусқа ие болыңыз. Сілтемемен промокод пікірде бекітілген. Жұмысқа жол тартқан Шеннон жолда әскерилерге тоқтайды. Оларға көзін көрсетіп қайта жолын жалғастырады. Шеннонның жалпы жұмысы зомбиларды емдеумен айналысатын Джон ханымға көмектесу. Олар Джон атты зомбиді емдеу үстінде. Дәрігер келсе мына зомби ашуланады, ал Шеннон жақындаса тынышталады. Кейін орталықта кездескен Коннор мен Шеннон әңгімелесті. Шеннон зомбилардың оларға тиіспейтінін айтты, ал Коннор шын адамдарға қарағанда сол зомбилар бауырмал болып көрінеді. Осы кезде екі досың жанына Кантер келді. Ол Коннорға жұмысынан қалдың дейді. Коннор, мен көше сыпырушы емеспін дейді. Кейін Кантер тілмен шағуын тоқтатпайтын, оның тіпті өз отбасына керек еместігін айтады. Ашуланған Коннор оған қол көтерді, бірақ Кантер бұған дайын. Дереу жауап қайтарып Коннорды жерге құлатты. Шеннонды басқа әскерилер төбелеске араластырмады. Кейіннен қалаға шыққан Коннор Эббимен кездесті. Қыз қайта сауыққандарға жылы көз қараспен қарайтын. Сондықтан Коннормен де жылы сөйлесті. Екеуі саябақты жүріп біраз уақыт өткізді. Сауықтыру орталығында жүрген Шеннон ғимараттың есігі ашық қалғанын байқап ішке кіріп үлгерді. Негізі мұнда зомби емдеу керек еді. Керісінше екі әскери бір зомбиді мазақ етіп жатыр. Мұны көрген Шеннон оларға кедергі жасады. Сол сәтте зомби босап кетті де бір әскериді қуа жөнелді. Алайда Шеннонның жанындағы әскери зомбиді бір оқпен атып түсірді. Бұл уақытта сауықтыру орталығындағы бұрынғы зомбилар теледидардан Джонның сұхбатын тыңдап отыр. Дәрігер өзінің жақын арада зомбиларды емдейтін дәрі ойлап табатындығын айтады. Алайда жүргізуші оның сөзін бөліп, 25 мың зомбиді жою бұл оларға жасаған жақсылық дейді. Алайда зомбилар жойылған соң, қоғам назары сауыққан зомбиларға түседі. Кейін оларды да жоюды сұрайтын болады.
Бұны сауыққандар білді. Сондықтан түнде өздерінің қарсылықтарын білдіреміз деп адам тұрмайтын үйге от қоюды жоспарлады. Алдымен лагерде жарылғыш заттарын жасақтады. Кейін түнде жоспарлағандай бір үйді өртеді. Таңертең жаңалықтардан өртенген үйді бір адам қаза тапқанын және 2-ден аса адам жараланғанын айтады. Мұны естіп тұрған Шеннон бұл сауыққандардың қазіргі ұстанымдары дұрыс еместігін түсінді. Оның есіне зомбиға айналған соң Люктің өзімен сөйлесуге тырысқандығы түседі. Сол сәтте Коннор Люкке атылады. Сауықтыру орталығында жүрген Шеннон доктор Джон мен Джонның суретін қарап тұр. Ал Эбби Шеннонның неге үйге болмайтындығын сұрады, ал жігіт оларға кедергі келтіргісі келмейтінін айтты. Вирус басталған кезде Эбби Клианмен бірге оқшаумайыққа кеткен болатын. Кейін елде дәрі ойлап табылып, зомбиларды емдеу шаралары бастағанда қайтып келеді. Алайда Эбби үйге келгенде күйеуі Люктің мәйітін көреді. Алайда қандай жағдай болмасын, Эбби парасаттылығын танытып, Шеннонды отбасымыздың мүшесісің дейді. Кешке үйге Коннор қонаққа келді. Коннордың айтуынша кешегі жарылыстан бірнеше сауыққан адамдарды тұтқындаған екен. Одан соң сөзін жалғай Эббиден күйеуін өлтірген зомбиді кешіре алар ма едің деп сұрайды. Ал қыздың жауабы ешкім кінәлі емес дейді. Эбби тұрып кеткен соң Коннор кешегі жарылыста бір адамның қаза болуы қалыпты жағдай екендігін айтады. Шеннон бұдан бұлай мұндай істерге араласпауға шешім қабылдады. Ертесіне Шеннон Клианды мектепке алып кеткенде үйге Кантер келіп Эббиге сауыққан зомбилар жайлы жаман әңгіме айтады да оған құпия құжаттарды беріп кетеді. Құжат ішінде Эбби Коннор мен Шеннонның зомби кезіндегі фотосын тапты. Эбби әлденеден күдіктенгенде сауықтыру орталығына барады. Онда үймелеп бір-біріне ұрандатып тұрған сауыққандарды көреді. Оларды Коннор бастап тұр. Оған ашулы сауыққан әйел атылды. Коннор оны байқап тоқтатты. Эбби өткен жолғы жарылыс осылардың ісі екендігін білді. Ал Коннор біздің де қарсылық білдіруіміз керек деп өзін ақтады. Алайда Эбби ренжіген күйі кетіп қалды. Оның қолындағы фотоаппаратын байқаған басқа сауыққан әйелдер оған атылды. Сонда Эбби бір терезеден қашып шығады. Сауықтыру жұмыстары жүргізіліп жатқан Джо бүгін сабырлы. Бұрынғы әріптестеріне барған Джоан оған жақындады. Сол уақытта Джо ашуланып әйелге атылады. Оның айқайынан естіген сарбаздар ажыратып Джонды өздерімен бірге алып кетті. Түнде біреулер келіп Шеннонды ұрып, оның сасық зомби деп атап кетіп қалды. Бұдан соң өзіне жақын адам іздеген Шеннон қайта Коннорға барды. Ал фотоаппаратының жады жоғалтқанын байқаған Эбби кешегі шабуылды Коннордың ұйымдастырғанын түсінді. Эбби қолына телефон алып, Кантер полицияға хабарласты. Бұл уақытта Шеннон сауықтыру орталығына келген еді. Сауыққан адамдар әдеттерінше бірін-бірін қоршалай отыр. Алайда арасынан көзге таныс бір жан бар. Ол дәрігер Джоан еді. Коннор және оның тобындағылар өздерінің сөздерін Джоан секілді абыройды адам сөйлегенін жақсы пайдаға балайды. Дегенмен армандауға әлі ерте. Есікті теуіп кірген полиция олардың барлығын тұтқындайды. Ал Коннор болса өз әріптестерімен бірге қашып кетті. Шеннон еш қарсылық көрсетпей полицияға ұсталды. Кантермен екеуі тергеуге түскенде Шеннон өзінің жанындағыларға ұстап бермеймін, оларды сатпайын деп тұрып алады. Коннор полицияны шақырған Эбби екенін біліп, оған барады да күйеуін кім өлтірген жайлы айтып берді. Шеннон үйге келгенде Эбби одан бір шындықты мойындауын талап етеді. Сол кезде Шеннон Люкті өзі зомби болып жүргенде өлтіргендігін мойындайды. Мұны естіген Эбби оны үйден қуып шықты. Коннор досымен кездесіп құлағында сыртқы қоғамды жамандап, сасық ойын құйды. Сол кезде Кантер келіп екеуді тізерлендір дейді. Алайда Коннор бөтелкемен ұрып кейін өлтіріп тастайды. Ол қолына қару алып Шеннонға бағыттады. Кантерге өзін сатып берді деп ойлайды. Оны атып тастамақ еді. Полиция сигнал естіліп Коннорды қашырды. Бірақтан Шеннон Коннордың бір ойлаған қауіпті жоспары бар деп ойлайды. Шынымен де солай еді. Таңертең Шеннон сауықтыру орталығына барғанда, сауыққан адамдар әскерилерге шабуылдап, зомбилар қамауда отырған жерге келеді. Коннор бастаған адамдар зомбиларды босатып жібереді. Бұлардың қатарында Джоан да бар еді. Бірақ ол тек Джоанды босатамыз деп ойлайды. Дәліз бойы зомбилар босап сыртқа қарай жүгірді. Ал Джоан Джонның сауыққанын байқады да оның жанына барып құшақтап сүйіп жатыр еді. Өкініштісі зомби Джоанға шабуылдады. Эбби көшеде өзін шабуылдаған зомбиларды балтамен ұрып өлтірді. Кейін оны әскерлер құтқарамыз деп көлікке отырғызды. Мектептегі баласын ойлаған Эбби Шеннонды көріп Клианды құтқар дейді. Жігіт мектепке барса онда нағыз сұмдық болып жатыр. Әйтеуір Шеннон аман. Бірақ ол екеуін ауыр зомби қуа бастады. Оларды Коннор аңдып жүр. Шеннон бір зомбимен алыса кетті. Ал бала Клианды екі зомби қуды. Осы кезде Коннор келіп,
турбамен Шеннонды ұрып жібереді. Кейін сен мені саттың деп ұрса бастайды. Сол уақытта полиция Конорды атып түсіреді. Орнынан тұрған Шеннон асыққан күйі бала Киллианға жетті. Ол көлік астында тығылып жатыр екен. Баласын іздеп уайымдаған Эбби қауіпсіз жерде шығып үйге қарай жүгіреді. Жол үстінде қаза болған полицияның қаруын алады. Үйге келгенде Киллиан мен Шеннонды келе қалды. Баласын құшақтап тұрған сол еді, сырттан зомби жармасты. Шеннон зомбиді ұрып жықты, алайда ол Киллианды тістеп үлгерді. Сол кезде Эбби баласына қарап жылайды. Ойына зомбиға айналмас бұрын өлтіру керектігін ойлап тұр. Алайда Шеннон оны көтеріп, Джоаннаның дәрі тапқандығын және оның қайткен күнде де аман есен әкелетіндігін айтады. Осымен третий волна зомби фильмі соңына жетеді. Өзіңіздің пікіріңізді комментарияда асыға күтеміз. Сонымен қатар достар, Тайна Коко мультфильм қысқаша әзіл түрде екінші арнада бейнеролик шығарған болатынмын.